бір жылда 2 миллиард 700 миллион теңге қалай жасадым автосалонмен. Бүгін біз БТР Моторстамыз. Толық обзор. Бір жыл бұрын ғана ашылған автосалон қалай 2 миллиард 700 миллион теңге жасады. Толық міне тұр. Шынымен де бұрын сонда машина сатып көрмеген мен қалай бұны жасай алдым. Ондай болса толық кеттік. Бұл Астана қаласы Ақмешіт 7/2-де орналасқан бұл паркинг. 6 этажды паркингтің 3 пен 4-ін БТР Моторс алып тұр. Қысқаша тарихына шолу жасай кетсем. Бір жыл бұрын осы автосалон ашқымыз кеп, орын іздей бастағанда бұл жер бір бос жатқан десе де болады. Біз келгелі гүлденіп авто орталыққа айналды. Кіре берісімізде аккумулятор сататын орталығымыз бар. Оның ар жағы шиномонтаж және кез келген көлік құралына қатысты магнитофон, қандай да бір вонючка керек жарақтарыңызды ала аласыз. БТР Моторстың ең басты құндылығы бұл қазақилық. Біз алу, сату, комиссия және трейдинг көрсетудеміз. Америкадан, Грузиядан машиналар алып келіп бере аламыз. Және Қытайдан кез келген электро немесе өзіңізге ұнаған қандай да бір автокөлікті алдыра аласыз. Немесе өз машинаңызды да сата аласыз. Астана қаласында болсаңыз, осы жерден де автокөлік алып кете аласыз. Басқа қалада болсаңыз да онлайн қызмет етуге дайынбыз. Ең басты құндылығымыз әр адамға тексерілген сапалы дұрыс көліктер. Шынымен де нарықта дұрыс емес көліктер өте көп. Біз барлығын тексеріп, қолайлы бағада да кіргізудеміз. Мысалы, қазақтың сүйіктісіне айналған Land Cruiser 200 автокөлігі 2016 жылғы 26 миллион 500 мың теңге ғана. Нарықтан бірнеше миллионға төмен. Мысалы, мына кәрістік таза Elantra 9 миллион 900 су жана жүрілмеген. Без первоначальный алғашқы жарнасыз да ала аласыз мына көлікті сіз. Мынау Қытаймен басқамен салыстырғанда таза автомат. Қалғандардың барлығы вариатор болып жүреді. Кез келген нәрсені жасата алу керек. Мен осы кезге дейін машина сатып көрмедім де. Ең алғаш аукциондардан машина шығарып бастап көрдік. Осыдан 2 жыл бұрын. Сол кезде түсіне бастадым. Машинаға деген спросты. Одан кейін барып, неге автосалон ашпасқа деп келдік. БТР Моторстың тарихы қайдан шықты? Бізде білесіздер, Мың Батыр даму орталығы болған. Мың Батыр даму орталығынан Батыр деген сөз шықты. Сол Батырдың қысқаша қысқартылған түрі БТР болды. Өзімнің автокөліктерінің номерлері БТР сериясымен болған. Сол үшін БТР Моторсқа ат қоюда қысқаша ғана ойландым десе де болады. Қандай да бір ауыртпашылық көрсетпеді. БТР Моторсқа ат қойырға қатты бір ойланбады. Осы БТР сөзі бірден Моторсты жалғастырып керемет ұштаса кетті. Шынымен де БТР Моторс халыққа жағымды варианттармен кірудеміз. Кез келген адамға өзіміздің қызмет түрін көрсетіп, қаншама жүздеген адам бізден уже автокөлік алып қуанышына теуіп жүр. Әркім алғысы келеді. Әр қазаққа, әр семьяға жоқ дегенде бірден 2-3-тен автокөлік керек. Бұл Астана қаласында ғана емес, жақын арада Жезқазған, Ұлытау облысынан да ашқан болатынбыз. Ол жақ бір айдың ішінде 5 көлік сатып, өз жұмыстарын бастап кетті. Егер автосалон ашқыңыз келсе, біз БТР Моторсты франшизаға да дайындадық. Шынымен де вариантымыз ұнап жатса, ұсыныс керемет болса,
банктық жүйені, сервисті, менеджментті біздің сервиспен қойғыңыз келсе, БТР Моторстың франшизасы сіз үшін ашық. Алматы, Астана және Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, Занет қалған қалалардың барлығы алса болады. Бірақ біреу айтуы мүмкін. Толқы жоқ, машина тоқтады деп. Қазір маусым айы, июнь. Негізгі нағыз тоқтайтын кез осы кез болып тұр. Банктердің көп жағдайда одобрение бермеуі. Бірақ соның өзінде де айына 15-тен артық машина сатылуда. Айына жоқ дегенде 40 машина біздің автосалон сатуда. Сол үшін де ең бастысы сізге де ұсыныс. Тармай сетпеңіз. Шынымен де жасаймын деген адам жасайды. Автокөлік сатып көрген жоқпын, бұл салада жүрген жоқпын, немесе менікі емес деп те ойлауыңыз мүмкін. Мен де солай ойлағам. Бірақ БТР Моторс менің екінші бір күшімді ашты. Бізде БТР Моторс менеджерлер жетекшісі Қуаныш мырза енді қандай қызмет көрсететініңізді айта кетсе. Қуаныш, біз қандай қызмет көрсетеміз? Біз БТР Моторс автосалоны ең алдымен алғашқы жарнамен және алғашқы жарнасыз 1 жылдан 7 жылға дейін 8 банк арқылы автонесиемен айналысамыз. Және де екінші көліктерді сатып берумен, жүрілген көліктерді. Және сол көліктерді айырбастаумен, яғни трейдингмен айналысамыз. Қандай да бір адам мысалы өз көлігін қойып, ана жердегі крузакты алғысы келсе, трейдинг арқылы алады. Ондай бағдарлама қарастырылған. Выкуп сатып алу да бар. Егер машинасы бізге ұнайтын, көңілден шығатын болса, онда біз қолма-қол ақшада сатып аламыз. Енді Америка, Грузия деген жерден. Қазір бізде шығып жатыр. Америка елінен де аукционға қатысып, Америкада жүрілген көліктерді Қазақстанға тікелей жеткізіп береміз. Осы кезге дейін Грузиядан қанша көлік алып келіп сатылды? Қазір біз осы жыл бастап жатырмыз. Осы күн өзінде уже 10-15 машина алып келдік. Қазір жолда серіктесіміз Еділ мырза келіп жатыр. 3 автокөлікпен. Анау Америкадан алып келіп жатырмыз. Өзіміз басынан. Сол үшін де бізде біраз нәрселер арзан. Неге? Өйткені біз бастауынан тексерілген көліктерді сіздерге әкелудеміз. Немесе басынан тікелей сізге осы жерге дейін әкеліп береміз, немесе Грузияға дейін алып келіп бере аламыз. Ең басты құндылықтарымыз. Грузиядан біз Грузия арқылы да сатудамыз. Яғни Грузияға алып келіп сол рынокқа да. Қазақстаннан барсаңыз да, немесе қандай да бір Украина тағы бір жерден барып та Грузиядан біздің көлікті ала аласыз. Керемет қой енді. БТР Моторстың қызметі. Бұл франшизаға осының барлығы кіреді десе де болады. Тағы қандай негізгі? Тағы негізгі. Мысалы онлайн басқа қала. Онлайн заявкада жіберсе болады. Ол керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Егер бізге тікелей хабарласатын болсаңыздар, біз 1-2 сағаттың ішінде онлайн заявка жіберіп, сіздердің несие тарифтарыңызды анықтап, машинаға одобрение алып беретін боламыз. Егер одобрение болатын болса, Астанаға келіп, 1 күн ішінде қалаған көліктеріңізді алып кете аласыздар. Ешқайда қонбай-ақ келіп, қайтадан алып кете бересіз. Уақыт жоғалтып жүрмейді. Таңертең келдіңіз, оформление болды, кешке жақын өз көліктермен қайта бересіздер. Номерімен бірге сразу алып кете береді. Уже өз атына тіркелген болады, номерімен көлігін алып кетсе болады. Қытайдан қандай көліктер алып келуге болады, немесе қандай көлік өтуде? Қазіргі таңда бізде су жаңа көліктер әкеліп жатырмыз Қытайдан. Chevrolet Monza, Hyundai Elantra, Kia Seltos деген автокөліктер. Және электр автокөліктерді әкелуге болады. Яғни тоқпен жүретін. Қазіргі заманда уже кіріп жатыр ғой ол көліктер. Прямой арзан бағада, Қытайдың бағасымен жеткізіп береміз. Monza, Seltos қазір хит болып тұр да? Monza, Elantra, Seltos қазір жақсы өтуде. Бұл көліктердің барлығы арзан бағада өз бағаларына дәл, ішкі кожасын бәрі, полный кожный салон, панорамный крыша болады, пуш-стар дейді, плавающий сиденье барлығы бар. Қазіргі заман талабына сай. Ескі машина тастау керек дейсің. Керемет. Енді біз қазір өзіміздің директорымен сұхбатқа келсек. Насчет
машина у вас в родном трассе? Бізде БТР Моторстың директоры Бақытжан мырза. Бірінші таныстығымызды айта кетсем. Еділ мырза, Бақытжан мырза. Үшеуміз дан құрдаспыз. 88 жылғылар. Енді Бақытжан мырзаны осыдан 6 жыл бұрын танимын, тренингте танысқан досым. Соңғы 1 жылдан аса, 2 жылға жоқ міне БТР Моторстың директоры болып отыр. БТР Моторста серіктеспіз. Қараңыз, ең бастысы серіктестер. Шынымен де 3 адам біріксе синергия болады дейді. Осы маған өте үлкен мүмкіндік берді. Сол үшін Бақытжан мырза осының алдында 2 жыл автосалонда қызмет еткен, сол үшін де біз БТР Моторсты жүйеге қоя алдық. Қош келдің. Аха. Енді әге 1 жыл қазір міне маусымның 13-і біз ашылдық 23-тің 9-шы мамыр күні. Енді 1 жыл 1 ай болды десе де болады. Енді 1 жыл 1 айда 2 миллиард 700 миллион оборот жасаппыз. Керемет. Енді бұл жетістікке қалай жеттік енді? Шынымен де бұл ашылған күннен бастап бізде продажа болды. Осының барлығын секретті дейміз бе, қалай айтса болады. Енді көбі түсіне алмауы мүмкін қазір. Ол қалай ол 1 жылда 2 миллиард бұрын сонда автокөлік сатып көрмеген азамат деген сияқты. Әрине оңай емес. Ондай сумманы 1 жылдықта көрсеткішті көрсету. Бірақ оған қарамастан біз қысы жазы кеш болмай, түн болмай халыққа қызмет етуден шаршаған жоқпыз. Біздің басты құндылығымыз халыққа жақсы көлік алып беру. Қазіргі таңда біздер Астана қаласы емес, басқа Қытай болсын, Грузия болсын, Америка болсын, басқа шетелдерден де көліктер алдырып беріп жатырмыз. Және Қуаныш мырзадан естідік. Ең бастысы біздің халыққа ұнайтын БТР Моторсты неге таңдайды деген сұрақ. Неге БТР Моторсты таңдау керек дейді. Бізде кәдімгі қарапайым сату бөлім менеджерінің жігіттері соншалықты жақсы көлігін көрсетіп, қанша диагностика жасағандарын, қай жеріндегі енді ақауы жоқ көліктер де бар ғой, бізде жаңа көліктер де бар. Мына жерін алсаңыз, мынау сізге тиімдісін айтып береді. Сосын қандай банкпен алсаңыз, сізге қандай төмен ай төленетін барлығын көрсетіп береміз. Бізде сервис бар. База қалыптасқан. Под ключ, под ключ барлығының ішінде. Бағанада айтып өткенде ең басты жасата алу. Негізі шынымен де Бақытжан мырза осы автосалонда енді 0-дан толық құрып шықты десе болады. Қазір міне Алла бұйыртса уже Жезқазған, Ұлытау облысында бастаған 1 айдың ішінде 5 көлік сатты. Керемет результат. Ол да Жезқазғанда енді қанша халық бар негізі? 270-285 па сондай. Енді грубис айтайықшы. 300 мың халыққа енді кіре салып, уже бірінші күннен бастап автокөлік сата бастау, бұл керемет. Сол үшін басқа да қалалар қазір, мысалы, автосалон ашқымыз келеді десе, қандай ұсынысымыз бар бізде? Біз 100% ашып, жолға қойып, банктерін қосып беріп, көліктерін табыс көзін көрсетіп, қосып бере аламыз. Енді көбісі ойлайды ғой, банкты өзім-ақ қоса алмайын ба деген. Қоса алмайды. Біз бұрын соң 1 жылдан асты, оборот бар, көрсеткіш жақсы, банктермен отношение дейміз ғой. Жезқазған қаласында бүкіл банктерді қоса алды ма қазір? Қазіргі таңда 4-5 банк қосылып тұр. Өздерінде бар банктердің бәрі кіріп тұр, Керемет. Одан кейін бухгалтериясы бойынша енді ойлайды ғой, 2 миллиард 700-ден қалай болды? Налог төлесем айналып түспейін ба? Ол жақтарын жұмыс барысында бізде ашық түрде көрсетілген, чек ұрамыз, мамандымыз жақсы бухгалтер. Білікті, өз ісіне пысып, соның арқасында міне сондай оборотқа жинап, қазір қарызымыз жоқ, банкке де қарызымыз жоқ, адамға да ешқандай қарызымыз жоқ. Барлығын өзіміздің күшімізбен жетісіп келе жатырмыз қазіргі таңда. Кез келген адам бізден франшиза ала ма, или ондай қандай да бір адам алғысы келсе біз бір шарт қоямыз ба? Болады, әрине. Қазір көп адамдарда ақша бар, не істерін білмейді. Грузияға бар, көлік алып келем, сатам дейді. Ол білмейді, кіріс шығыс жақтарын барлығын білу керек. Сол үшін біздер егжей-тегжейін
франшиза алған кезде көрсетіп береміз. Яғни алып сатарлықты қойып, қазір автосалон деңгейінде сату ең тиімді жол да? Қазіргі таңда қазір бір отбасыға бір емес 2-3 көлік жетіспей жатады. Енді әр қала өзінің қызметін жасай алады, біз арқылы, өйткені біз Қазақстан бойынша осыны толығымен қойғымыз келеді. 20 қала біздің автосалонның франшизасын алса, енді бүкіл қалада қызмет етіп тұрсақ деген ойымыз бар. Сол үшін сенімді, тексерілген, енді выпискасын бәрін бағанада көрсеттім, тағы да көрсетіп қойсақ болады, бұл біздің 1 жылдық оборот. Енді Бақытжан мырза, көбісі мысалы қазір автосалон ашуға қорқады. Өйткені қаптап жатыр қазір. Қытай, Грузия, Моңғолия, Корея бәрі кіргізеді. Екінің бірі сатып жатыр. Енді ашылып, жабылып қалмаймыз ба деген адамда сұрақ болса, оның шешімі қалай? Алып сатарлардың енді көбі сата алмай отыр ғой. Тұр қалды, машинам сатылмай жатыр дейді. Сатудың да әртүрлі тәжірибесі бар. Бір кісілер ашады да жабайы түрде сатады. Сол үшін ол жағынан біз білікті маман болғаннан кейін біз сол жақтарын барын көрсетіп береміз. Сатудың да бұндай түрлері бар. Байқада 90%-нан асасында енді ары кетсе 1-2 банк бар, басқа автосалондар айтсақ. Басқа автосалондар қазір бір банкты қосып алады да, менде 10 банк бар деп айқайлап жатқан кісілер бар. Бізде қазір басқа автосалоннан келіп, сол автосалонның кісілері біздің банкте арқылы банкте көшіріп жатыр. Енді ол ең басты құндылық қой, енді 8 банкты қазір кіргізе алу деген. Тағы да 2 банк очередте тұр екен. Енді керемет, ол да компанияның деңгейіне байланысты қосылады. Банктер жай ғана кіре салмайды. Оның өзі бір преимущество негізі банк. Қазір таңда автосалондар ашылады да, ертеңіне жабылып қойған жайлары бар. Себебі неге? Қазір осы білікті мамандар болмағандықтан деп ойлаймын. Одан кейін олардың тұрғылықты жері кедергі жасайтын жерлер болады. Жолдың үстінен емес, үйдің іші болып кету, қазір қауіптері болып жатыр. Орын дұрыс еместігіне байланысты. Енді біздің ең басты айтарымыз бірінші ол шынымен де Грузия, Америка бастауынан әкеп бере аламыз, Корея әкеп бере аламыз, Қытай әкеп бере аламыз, және банктерді кіргізіп бере аламыз. Енді былай айтқанда бізде берер нәрсе көп екен ғой? Бар ғой бізде. Бізде міне офисіміз бар, неше жылдан бері жұмыс істеп жатырмыз. Қазір TikTok, Instagram ашсаңыздар, далада тұрып айқайлап жатыр, Кореяда тұрып айқайлап жатыр. Маған ақша беріңіз, сізге мынандай көлік алып беремін деп қаншама халық алданып қалып жатыр. Грузияда тұрып, мысалы үшін маған осы көлікті Toyota Camry сізге 3 миллионға әкеліп беремін деп жатыр. Оны 3 миллионға ондай Camry машина түспейді. БЧ-да авария болған машина ұсынып жатыр. Оны білетін адам бар, білмейтін адам бар. Сондай кезде алданып қалып жатыр. Өзімізде барып келдік, енді Грузияда шынымен де өтірік емес, енді 90% кішкене не то машиналар десе болады. Ішінен таңдап жүріп алу керек, немесе Американың аукционынан дұрыс алу керек. Просто маржаны жақсы ұстау үшін шынымен де өлген машина алып кеп, құрап сатып жатқандар да жетеді. Оны елімізге әкеліп жатқандар да жетеді. Сол үшін біз атымызды құртпау үшін де осы нәрсені бастауынан бастап сервисті басқаша көрсетеміз. Ең басты құндылығымыз да осы. БТР Моторстың қысқаша тарихы осы. 1 жылда 2 миллиард 700, бір франшиза, енді керемет оборот орнын қойдық. Анау Американың бастауына дейін шықтық. Енді бұл үлкен жетістік. Сіздерге де сәттілік. Төменге бір өз ойларыңызды айта кетсеңіздер. Каналға жазылып, жан-жаққа таратып қойсаңыздар. Қанша жасағысы келіп жүрген ағайынға бөлісіп қойсаңыздар. Қандай да бір жерде болсаңыз да жасау мүмкіндігіңіз бар. Баршаңызға сәттілік.